Сәлеметсіздерме? Қошбанбетпе атындағы орта мектептің кітапханасына қош келдіңіздер. Енді мен сіздерге бір сұрағым болыпты. Сіздер облысқа қандай шығармамен барып келдіңіздер? Қысқаша мәлімет бере кетсеңіздер. Қандай поэмамен оқыдыңыздар? Қош көрдік. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Енді біздің барып келген бұл байқау барлық кітапханаларда жылдың басынан басталып берілетін нағыз кітапхананың жұмысы. Бұл жаңағы біздің ақын жазушыларымыздың шығармаларын насихаттайтын республикалық бір акция аясында жаңағы биылғы жылы біз бірі ақын, бірі жазушы, яғни өздеріңізге танымал ақын, жазушы, аудармашы, әдебиет сыншысы Жұмекен Нәжмеденов болса, екіншісі ақын, жазушы, аудармашы Тәкен Әлімқұловтың шығармаларын насихаттау мақсатында облыста байқауға барып келді. Өте тамаша, керемет деңгейде өтті. Бұл байқау яғни 11 қараша күні болды, сағат 10-да басталды. Осы аталмыш өздеріңіздің Қошбанбетпе атындағы орта мектептің 10-шы А сынып оқушысы Исламжан Сая Амангелдіқызы қатысты. Үлкен рахметімді айтамын Саяға. Неліктен дәл сол поэманы таңдадыңыздар? Енді бұл жерде байқау екі кезеңнен тұрды. Біріншіден айтып өтейік. Бірінші кезеңге осы Жұмекен Нәжмеденовпенен Тәкен Әлімқұловтың туралы, өмірбаяны туралы, шығармалары туралы сұрақ жауап болды. Интерактивный тақтада сұрақтар беріпті, 10 сұрақ. Сол 10 сұрақтың бір ұяшығын қатысушы өзі таңдайды. Сол бір ұяшықта 5 сұрақ болды. Жаңағы Жұмекен Нәжмеденов пен Тәкен Әлімқұловқа арналған сол кісінің шығармасында. Ал екінші кезең жаңағы Жұмекен Нәжмеденовтің поэмасы, екі поэмасының біреусін таңдап, соны жатқа айтасыздар деді. Біз қандай поэма? Көзсіз батыр поэмасын жатқа айтты, 6 шумақ. Одан кейін Тәкен Әлімқұловтың жаңағы өмірдің өтіп сабағын шығармасын және де ақ құсым беді, ақ бикеш өлеңін, екі өлеңнің қайсысын жатқа айтасыздар деді. Біз өмірдің өтіп сабағын алдық Тәкен Әлімқұловтан. Сол екі кезең керемет өтті өз дәрежесінде. Рахмет. Енді сол поэманың үзіндісін оқып бере аласыз ба? Жұмекен Нәжмеденов, көзсіз батыр. Тұр осы бір салқын жан, тесе қарап бір түрлі, бір нүктеге шаншылған прожектор сықылды. Кеңістікте ғалам бұл, бір нүкте боп заулайды, ал жер осы адамның бір табанында аунайды. Өтпейді ызғар табанға, не қыламыз ерте аяп, жер басатын адамға жетер еді-ақ екі аяқ. Бірақ осы солдаттан жалғыз аяқ болғаным, екіншісін сыйлапты туған жердің орманы. Елу шығар жыршыма, қате бұлай теген ой, көз орнында масқара, әйнек тұр көктем. Рахмет, әсерлі оқып жүрсіз. Осы поэма жас ұрпаққа қандай тәрбие береді? Бұл ең бірінші елін жерін сүюге деген махаббатын көрсетеді. Бұл жерде патриотизмді өте айқын көрсетеді деп айтамыз. Ол өзінің елі үшін өзінің екі көзінен бір аяғынан айырылған солдатты бейнелейді. Рахмет, көп. Енді Тәкен Әлімқұловтың да шығармасының жатқа үзіндісін айтып берсін. Енді Тәкен Әлімқұлов, өмірдің өтіп сабағын дүниеге бардай қарадым. Тілімнің өткір садағын қаш жауыма қададым. Жыға тарттым жерінде тепкіпшекте қалмадым. Сынап атпас бердағаш, қайықты есе толқында таразы бақтым, сынадым. Осы екі шығарма өте әсерлі, жақсы айтты. Мені журилар өте тамаша баға берді. Бұл жерде менің айтқым келетіні жаңағы Жұмекен Нәжмеденов пен Тәкен Әлімқұлов жазушы бір ақын ағаларымыздың өз заманында, кеңес заманында жаңағы өз бағаларын ала алмаған кісілер. Бұл кісілердің шығармаларын көп сыннан өткен екен. Цензура дейді ғой, сол кездегі
көп сыннан өткендіктен ол кісілердің жаңағы шығармалары өз заманында баға алмаған және дәріптелмеген. Ал енді осы бір акция аясында жаңағы республикалық осы жерде кең көлемде, республика көлемінде шығармаларын осы барлық аудан, ауыл, облыс, республикалық барлық кітапханалар, мектеп кітапханашыларда насихаттап жатыр. Соның бір дәлелі осы байқау, осы байқаудан осы Исламжат Сая біздің ауданымыздың тек қана мектебіміздің емес, Панфилов ауданының атынан барды. Сол ауданның атынан қатысып, екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және жанында сыйлығы болды планшет. Қазіргі заманауи оқушыларға, білім алып жатқан шәкірттерге керекті болашақта өздеріңізге сондай сыйлық болды. Біз өте қуандық. Және көптеген нәрсе ой түйіндедік деп ойлаймын. Жаңа қателескен жерлеріміз де болды сұрақ жауапта. Біз кішкене сол жерден кішкене қиналып қалдық. Қиналғанда өз сөзімізбен айтып қалдық. Жаңа әдеби тұрғыда сол жерде айта алмадық. Енді облыстық байқау болғаннан толқу болады, ол заңдылық өткеннен кейін сондай бір кішкене бір сондай нәрселер болды. Бірақ дегенмен де өте өзін көрсете білді Сая. Бұл Саяның бірінші рет қатысқан байқауы. Ардақ апай, көп рахмет. Сіздің пікіріңіз маған өте ұнады. Осы пікіріңіз арқылы шабыттанып отырмын. Енді келесі сұрақ менде Саяға. Сая, сіз облысқа барған кезде қандай шабыт алдыңыз, қорқыныш болды ма? Енді әрине жарыс боласы қорқыныш толқу деген болады. Бірақ менің қолы ең бірінші кезең сұрақ жауап болғаннан кейін мен сол жерде қатты қобалжыдым деп айта аламын. Бірақ екінші, үшінші кезеңдерде уже қатты толқуым басылды. Уже жан-жағын үйрене бастадым. Және де қыздармен, оқушылар қатысқандармен барлығымен жақсы тіл табысып кеттім деп айта аламын. Рахмет көп. Өте жоғарғы деңгейде пікірталас болды. Енді алдыңғы күндері осындай дәрежеге жете беріңіздер. Рахмет, шаттандыңыз.